Сәлем, менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге капкейктің жасалу жолын қайтадан көрсетемін. Бұл негізі менің YouTube каналымда бар. Осыдан 2 жыл бұрын салынған, өте астыда қалып кетті ол рецепт, сондықтан көп адам көрмей жатады. Біріншіден, екіншіден, осы жолы бисквитін мен миксерсіз, просто венчикпен араластырып жасап көрдім. Сонда да результат өте жақсы шықты. Солмен бөлісейін деп шештім сіздермен. Дәмі енді виді өте әдемі көрінеді. Прям дастарханның сәнін ашатын тәтті. Ең бірінші жұмсақ сары майымызға қант ұнтағын саламыз, сахарный пудраны. Содан кейін жұмыртқамызды салып, венчикпен араластырамыз. Осының үстіне сүтімізді құйып, ұнымызды саламыз. Және разрыхитель салып, осыларды венчикпен әдемі масса болғанша араластырамыз. Комочектары кетсе болды. Сонымен біздің тестомыз дайын болады. Дайын болған тестомызды мен кондитерский мешокқа салдым. Содан кейін барып, жаңағы капсулаларға қойып шықтым. Капсуланың размері менде средний. Енді осыған примерно 37-38 граммнан құямыз. Негізі мен өлшеген жоқпын, көз мөлшермен бәрін құйып шықтым. Сонда менде барлығы 13 штук капкейк шығады осы порциядан. Енді осы капкейктарды алдын ала қыздырылған пеште 175 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Менде режим конвекция. Енді ол піскенше пісіріп, суығанша кремін дайындаймыз. Мен жерде менде творожный сыр, сахарный пудраны саламыз да, миксердің ең төменгі бірінші жылдамдығында екеуін біріктіреміз. Главный жаңағы творожный сырдың крупинкалары кету керек, іртік дейді ғой, сонысы болмау керек. Содан кейін сливки құямыз. Сливки менде қою болғандықтан, оны да бірінші жылдамдықта миксерлаймыз. Өйткені тез қоюланады. Сұйық емес. Болды, креміміз дайын болды. Енді осыны насадкамыз бар, кондитерский мешокқа саламыз. Менде насадканың номері 333. Соны қолданамын әдетте. Капкейктеріміз осындай тегіс болып әдемі болып пісіп шықты. Енді кремдерімізді отсаживать етіп, қалауымызша ягодымен, шоколадный посыпка, түрлі түсті посыпкамен сәндеп шығамыз. Бұл капкейкке любой украшение әдемі жарасады. Сәндеп болғаннан кейін холодильникке жарты сағат, 1 сағатқа қойып қоямыз. Содан кейін барып қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Вроде тестосы миксерсіз жасалғаннан кейін өте тез жасалған сияқты болды мен үшін. Және результаты да өте әдемі болды, пышный болды бисквитіміз, креммен сочетаниесі күшті болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.